Бүгін сіздермен жаңа инструментпен танысатын боламыз. Бұл инструмент ETF деп аталады. Мүмкін көп араларыңызда осы ETF-ті сатып алып, қолданып жүрген адамдарда болуы мүмкін. Енді мен сіздерге жалпы бүгін осы сабақта жалпы таныстыратын боламын, ETF деген не екенін. Ал келесі сабақта біз бұны практикалық түрде қарастыратын боламыз, нақты ETF-терді. Енді біз ETF дегенге бірінші келмес бұрын бұл түсінікті нәрсе. Мысалы, көп адам біледі, бір ғана акция алатын болса, ода тәуекел өте жоғары екенін. Ал егер 500 компанияны бірден ала алатындай мүмкіндік болатын болса, онда оның тәуекелі төмендейтіні түсінікті. Дәл осы нәрсені ETF деген жасайды. Енді бұны кімдер жасайды? Жалпы сіздерде индекстер бар. Әлемде S&P 500 деген индекс бар. Және Америкадағы 500 компанияны біріктіретін индекс бар. Сосын NASDAQ деген индекс бар. Өте тағы да бөлек индекстер бар, фьючерске байланысты индекстер бар. Бірақ көп адам білетін екі индексті біз жақсы білеміз. Біреуі S&P 500, екіншісі осы NASDAQ-тың 100 технологиялық компанияны біріктіретін индекс бар. Олардың өздерінің бағалары нарықта өте жоғары. Біреуі $6,000 қазір көрсетіп тұр, бағаланып тұр. Екіншісі ол 25,000, 26,000 шамасында бағаланып тұр NASDAQ-ті. Бірақ оны сатып алу өте қымбат біріншіден. Сондықтан көп компаниялар, яғни фондтар қалай жасаған? Өйткені білесіздер, Америкада бүкіл нелер жақсы дамып кеткен, финансовый секторы өте жақсы дамыған. Сондықтан олар басқаша жұмыс жасайды. Олардың жұмыс жасауы келесідегідей болады, яғни осы NASDAQ-ты алады да, NASDAQ-тың ішіндегі акцияларды өздері сатып алады фондтар, бөлек-бөлек сатып алады, дәл сондай количествода сатып алу мүмкін, бөлек-бөлек. Сосын бір портфель құрастырады. Ол мысалы мынандай бір портфель құрастырады. Бұл портфельдің ішінде өте көп акциялар болады. Жаңағы 500 компанияның акциясы болуы мүмкін, немесе содан бір 10 компанияны бөліп алып қарастыру мүмкін. Сөйтіп әртүрлі ETF-тер шығарады олар. ETF-тер шығарғаннан кейін сол портфельдің бағасын қоя салады нарыққа. Мысалы, мынаны $70 деп есептей салады. Осы портфельді біз $70 бастап сатамыз дейді. Бұның ішінде 100 компания бар, 100 технологиялық компания бар, немесе жасанды интеллектке байланысты компания бар. Сатып аласыздар ма, сатып алмайсыздар деп, яғни нарыққа шығарады. Сосын адамдар көреді, мынаның ішінде 100 компания бар екен, 100 компанияның барлығы жақсы екен, мен $70 алуға дайынмын дейді. Олар осы портфельді ғана сатады, түсінесіздер ғой, осы портфельдің бағасын ғана сатады. Ішіндегі жеке сіздер енді алмайсыздар. Портфельдің бағасын ғана алып отырасыздар. Осы нәрсені ETF деп атайды. Бұны басқаратын әртүрлі фондтар, фондтардың ішінде финансовый аналитиктері бар, инвестицион аналитиктері бар, өздері бөлек сіздер үшін басқарып отыратын болады. Енді айтып өткендей, енді қарапайым анықтамасы бұл деген акциялардан тұратын қоржын. Жаңа айтып қоя, корзина тұр, қоржын тұрады. Бұның ішінде сіздер білетін компаниялар бар, ол Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google деген сияқты тағы басқа жүздеген компаниялар болуы мүмкін. Ол ETF-тің түріне байланысты. Сол компаниялардың барлығын аласыздар. Содан кейін біреуі құлап жатса, екіншісі өседі. Сіздерде қатты қорқыныш болмайды. Неге бастаушылар үшін ETF-ті? Өйткені диверсификация бар, өйткені түрлі сектордан алынады. Бір компания құласа, бәрі құламайды. Рискі аз бұның. Әрине, акцияға қарағанда риск аз. Ал облигациядан рискі төмен болып табылады. Бұл нәрсені де бұлай айта салуға болмайды, өйткені сіздерде доходность пен рисктің арасында байланысты біліп барып қана рискті қаншалықты бұл тәуекел жоғары, тәуекел төмен екенін білуге болады. Енді акциядан қаупі төмен екені түсінікті. Үшінші нәрсе уақыт үнемдейді бұл нәрсе. Және көп адамның қазір компанияларды анализ жасап отыруға біріншіден уақыты жоқ, екіншіден оны терең түсінетіндей білімі жоқ. Сондықтан да бұл жерде осындай ETF-терден бастау керек, енді бастаушылар. Бұл ETF деген тек қана бастаушылар үшін ғана емес, бұл тек орташа деңгейдегі, жоғарғы деңгейдегі адамдар үшін де, инвесторлар үшін де өте мықты инструмент болып табылады. Сол арқылы бір портфель жасап алады, сол портфельдің тек қана өсуін күтіп отырады. Мысал келтірсек, сенде 100,000 теңге бар. Біріншісі бір акция алдың, риск жоғары болып табылады. Екіншісі ETF алдың, ішінде 100 компаниясы бар. Оның рискі әрине акцияға қарағанда төмендеу болып
Енді қалай ақша табады деген келейік, ETF өседі, қай кезде өседі? Ішіндегі компаниялардың бағалары өскен кезде және экономикадағы жағдай жақсы болған кезде. Сол кезде сіздің табысыңыз ол баға өсімінен табасыз пайда, және деген ETF-тер дивиденд төлейді. Сол дивидендтерін алу отыру арқылы сіздер ақша таба аласыздар. Бұл кәдімгі акцияға өте қатты ұқсас инструмент болып табылады. Тек қана айырмашылығы оның ішіндегі компанияларында. Мысалы акцияда бір компания, ал ETF-терде бірнеше компания, жүздеген компания, 500-ге жуық компания ETF-тердің түрлері өте көп табылады. Енді тағы бір мысал келтіріп жіберейік. S&P 500-тың ETF-ін алдыңыз, соңғы жылдары орташа өсім 8-10% көрсеткен. Сонда анау доллар деп есептей беріңіз, теңге емес. $100,000 алатын болсаңыздар, бір жылда $108,000-$110,000 пайда көресіздер. Енді көбісі ойлауы мүмкін, ETF деген керемет нәрсе екен. Онда бұның минусы қандай деп? Бұның минусы, достар, бұның комиссиясында, ETF-тердің комиссиясында болады. Екінші нәрсе, қаншалықты ішінде көп компания болған сайын, оның әрине пайдасы төмендей береді. Ол нәрсені түсіну керек. Өйткені мысалы сіз егер жақсы бір компанияны табатын болсаңыз, ол компания жылына 25-30% көрсетуі мүмкін да. Кейбір компаниялар 40% көрсетуі мүмкін. Ал ETF-тер бар жоғы орташа өсімі олардың осы 10 мен 20%-ның арасында болады. Яғни акция мен арасындағы айырмашылық 2 есе немесе 2,5 есе болып, статистика бойынша осындай. Сондықтан ETF сатып алған кезде білу керек нәрсе, сіздің табысыңыз, яғни орташа өсімі бұл ETF-тердің акцияларға қарағанда қайда төмен екенін түсінулеріңіз керек. Бірақ екінші пайдалы жағы, айттық жаңа, құлаған кезде, егер акциялар құлаған кезде, бұл сіздердің ұстап отқан ETF-теріңіз акцияға қарағанда төмен құлайды. Мысалы акция 20% құлайтын болса, ETF-теріңіз 10% құлауы мүмкін. Әрине бұл ETF-тің түріне байланысты. Жалпы осы сабақта түсіндіргім келген заттар осы. Келесі сабақта біз енді нақты ETF-терді қарастырып, соларды талқылайтын боламыз.